Сәлем достар, қазақша мукбаң, және бүгін мен сіздермен бірге қуырдақ жейтін боламын. Қуырдақ бауырмен жасалынған. Бауырды және картопты мен өте қатты жақсы көремін, және осы тағамды күнделікті жей беруге дайынмын. Және менің алдымда көріп тұрғандықтарыңыздай салат. Бұл жерде сәбіз ащы ғой деймін. Қатты ашты емес, және спаржамен. Мен мынандай салатты кішкентай болған кезде жейтінмін. Анам әрқашан үйге алып келетін, мен жақсы көретінмін спаржаны. Өте қатты жақсы көретінмін, сондықтан мама маған бірде өте көп осындай бөлек спаржағын алып келді, салат ретінде емес, бөлек. Мен барлығын жеп қойған болатынмын. Базарларда әлі күнге дейін сатылып тұрады екен. Бір апай тұрады, және оның алдында өте көп корейский салаты деп айтады, енді білмеймін. Корейский салат болса, онда менің басымда кореянка қыздар тағатын заколка тағылы. Жаңағыны сатып алдым, өте ұнап қалды өзіме. Және лаймон фреш жетін боламын. Мына жерде манго, лимон, лайм деп жазылып тұр. Дәмін көрейік. Мангоның иісі келді бірден. Дәмді. Және де мен қалай шештім? Инстаграм желісіне, сториске сіздерге айтамын. Мен бүгін мукбанг түсіремін. Маған бір тақырып, идея жазсаңыздар болады. Немесе сұрақтарыңыз болса жазыңыздар деп. Және содан мен сұрақтар оқып отырамын, сіздердің есімдеріңізді оқып, сәлем жолдап отырамын. Және де сол тақырыпта әңгіме құратын боламыз. Және сіздердің ойларыңызды да мен комментарийлерде күтетін боламын. Өзім пісірдім, картофелім кішкене езіліп кеткен. Бірақ өте маған нәтижелі көрініп тұр ма? Бу шығып жатыр, мынау әлі де ыстық. Піскен күйде бірден отырдым. Мына жерде мен ұлымның планшетін қойып қойдым жаныма. Сіздердің сұрақтарыңызды осы жерге лақтырып алдым. Содан оқып сіздерге жауап беретін боламын. Кішкене жеп алмасам. Ыстық күйінде. Сұрақ қойған жандарға үлкен рахмет, және мен астына комментарийлерге өзімнің инстаграмымды жазып кетем. Соған өтіп жазылып алыңыздар. Бірінші сұрақ. Мектеп туралы, мектептегі қызықты сәттер. Негізі бұл сұраққа алдына дайындалу керек еді, өйткені өте көп ондай оқиғалар. Қызықты сәттер. Мектепте оқыған әрбір жылым, әрбір күнім мен үшін өте қызықты, өте бақытты күндер болып есептеледі, өйткені
өте ыстық. Өйткені мен бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бір-ақ мектепте оқыдым. Біздің сынып өте бауырмал болды. Әрқашан. Және мектепте мен өте белсенді болғанмын, мен ән айтатынмын. Барлық мерекелік концерттерде, барлық іс-шараларда мен әрқашанда белсенді болатынмын. Сондықтан да өте жақсы көретінмін мектепті. Қызықты сәттер сол концерттермен қызық болды. Бізде 2 жұлдыз деген жоба жасаған болатынбыз. Мұғалім мен оқушы ән айтады. Менің 1-ші жылдағы жұбым тарих пәнінен беретін мұғалім болатын. Асхат ағаны өте жақсы көрдік барлығымыз. Нағыз ердің қасиеттері болатын ол кісіде. Екінші жылы дене пәнінен беретін мұғалімім айттым ғой деймін. Сондай жобалармен қызық болатын. Сосын біздің сынып әрқашан әр жерде әртүрлі конкурстардан ылғи 1-ші орын алатынбыз. Ең алдыда жүретін сынып болатынбыз. Ол біздің сынып жетекшіміздің арқасында бізді әрқашан қолдайды және барлық жерде біз үшін кәдімгідей біз үшін сөз сөйлейтін. Сағатты кәдімгідей сағынып қалыппын. Келесі сұрақ, жалпы бұл сұраққа көп өте ұзақ әңгіме айтуға болады екен. Қызыңыздың есімін кім қойды? Айлин өте әдемі атты қойыпты. Нако Оралбековна маған бұл сұрақты жолдапты. Нако, сәлем. Әрқашанда лайктарыңызды, комментарийлеріңіздің барлығын көріп отырамын. Және сізге үлкен рахмет айтамын. Мені осылай қолдайтындығыңыз үшін. Айлин деген есімді әкесі таңдады. Бірақ біз бірге қарадық. Неше түрлі есімдерді, олардың мағыналарын бізге ата-аналарымыз да бір есімдер ұсынған болатын. Барлық сол есімдерді ескере келе, ойлай келе осы есімді беретін болды әкесі. Өзіне де жараса кетті ол есім. Ассасин. Білмеймін мағынасын. Сәлем, үлкен бала кездегі ең күлкілі мұңлы историяңызды айтыңызшы дейді. Осы сұрақты мен енді көз жүгіртіп оқып шықтым ғой бағана скрин жасап жатқан кезде. Негізі бөлек-бөлек тұр. Мұңлы историяңыз және күлкілі деп. Оған да орала жатармыз, бірақ менде екеуі қосылған бір воспоминание дейді ғой, есімде қалып қалған оқиға бар.
Мен кішкентай болған кезде біз жатақханада тұрған болатынбыз. Жатақханада өте көп кісілер тұрды. Ол кезде енді заман басқа, адам басқа. Сол кезде да ұзын дәліз, өте ұзын, және әр тоқтаусыз есіктер өте көп, иә. Бір бөлме ғана әр адамда. Соның бір бөлмесінде бір апа тұрған. Білмеймін, жасы нешеде болған, қаншалықты кәрі болғанын да білмеймін. Өйткені кішкене сырқат болатын. Өте ауыр жүретін, ол өте толық болған. Және бойы ұзын болды. Кішкене тазалықты сақтамайтын адам болды. Енді иісіне қарағанда барлық кісілер оны, барлық балалар ол кісіден қашатын. Және ешкім онымен араласпайтын. Ол шылым шегетін. Ол кезде барлық ер адамдар да, әйелдер де барлығы дәлізге шығып, сол жердегі терезенің алдында темекі тарта беретін, және ол кісі ылғи солай тұратын. Бірақ та мен ол кісімен әрқашан амандасатын. Өйткені менің анам үйреткен, кім болмасын, қандай адам болмасын, барлығымен амандасуым керек. Бұл жердегі адамдар біздің көршілеріміз болып табылады, олармен күнде амандасу керек деп. Содан кейін ана кісімен ылғи амандасып жүретінмін. Бір күні ішім пісіп кетті де дәлізге шықтым. Ойнайтын ешкім болған жоқ, далада, сол дәлізде. Содан ана кісі темекі тартып тұр екен. Жанына бардым. Тұрдым, терезеге қарап, отырдым. Подоконник дейді, соның үстіне отырдым. Және ол кісінің бір көріпкелділік қасиеті болатын. Ол кісі маған қарады. Сен білесің бе? Мен ол кезде томпақ қыз болатын. Кәдімгідей томпақ қыз болатын. Соның менде уже ол кезде комплекстер пайда бола бастады. Кішкентай болсам да. Оны маған қарады да айтты. Білесің бе, сен өскен кезде өте әдемі және стройная боласың. Ол орысша сөйлейтін. Ты знаешь, ты когда вырастешь, ты будешь очень стройной и красивой. Ты будешь счастливой, деп айтты ғой маған. Мен жүрдім. Енді ұнап қалды маған айтқан сөзі. Сосын кешке анам үйге келген кезде айтып бердім, сөйтіп айтты маған деп. Қабыл болсын, тілегі солай болсын деп қана жауап қойғанбыз оны. Бірақ ол кісіні мен ешқашан ұмытпаймын, өйткені ол ерекше кісі болды. Және характері, мінезі өте қатты адам болатын. Өйткені кейбір балалар ойнап ол кісінің бөлмесін тоқылдатып қашып кетіп сөйтетін. Сол кезде кәдімгідей ұрысқан бір күні. Спаржа немеден жасалады екен, өте қызық маған. Өте дәмді. Барлығы өте дәмді. Содан маған приятно болды дейді ғой енді. Сөйтіп өмір сүріп жатқан кезде бір күні ана кісі жоқ болып кетті. Біздің көрші болды, басқа апа. Ол кісі біздің үйге келді де айтты, сіздер қашан көрдіңіздер ана кісіні? Соңғы ретте. Атын ұмытып қалыппын ол кісіні. Мамам айтты, мен білмедім оны. Білмедім, что-то оны байқаған жоқпын, неге деп сұрап еді. Ана кісі айтты, бір жұма жоқ анау бөлмесінен шықпады, что-то көрінбеді деп. Біреулерді шақырып, жедел жәрдем ба біреуді шақырды, өйткені ана кісінің туыстары да балалары да болмаған ғой деймін. Есікті
ашып кірсе, ана кісі о дүниеге аттанып кетіпті. Бұл өте мұңлы мен үшін әңгіме, оқиға. Бірақ осыдан қандай қорытынды жасаймыз? Ешқандай кісіні бөлектеуге болмайды. Барлығымен сөйлесу керек, амандасу керек. Жақсы неде болу керек? Жақсы қарым-қатынаста болу керек, сонда олар да саған сонымен жауап беретін болады. Томирис Қанағатқызы 7 деген аккаунт. Сіздің ойыңызша 9-дан кеткен дұрыс па, әлде 11-ден бе? Менің ойымша, адамның білімді болуы, білімді қандай деңгейде алуы, бұл ешқандай да 10-11 сыныпқа байланысты емес. Сен 11 сыныпқа қалсаң да, сен 9-дан кейін колледжға барсаң да, әйтеуір сол бағдарламаны өтесің. 9-дан кейін колледжға барғанда 1 жыл бойы 10-11 сыныптың бағдарламасын өткізеді. Және кәдімгідей мектепте жүрген сияқты сондай пәндер болады ғой деймін. Бұл жерде уақыт айырмашылығы ғана. Мен 11-ден кейін кеттім. Неге? Өйткені менің ата-анам қарсы болды. 9-шы сыныптан кетіп колледжға барғаныма қарсы болды. Себебі олардың түсінігі бойынша, олар енді кеңес одағында тәрбиеленген адамдар ғой. Олардың түсінігі бойынша колледжға дұрыс емес балалар түседі деген сияқты ғой енді. Ол баяғыда лицейлер болған. Лицей, сондай қағынған, соғынғандар оқитын ғой енді. Көпке топырақ шашпаймын, бірақ дегенмен де солай болған. Сондай түсінік қалыптасқан ол адамдарда. Сен біздің жалғыз қызымызсың, сен университетте оқуың керек, сондықтан университетке 11-ші сыныптан кейін түсесің. Солай болу керек деп айтқаннан кейін мен жарайды деп қана келісе салдым. Және маған былай айтты: қазір сен колледж оқығаннан кейін дипломың сенің колледж болады, орта білім болады, сондықтан сен ешқайда жұмысқа алмайды деген сияқты айтты. Дегенмен мен бұнымен келіспеймін. Өйткені біріншіден ол адамның таңдап отырған мамандығына байланысты. Қандай мамандық таңдадыңыз, сол мамандыққа байланысты болады. Және де сол адамның өзінің талпынысына, өзінің біліктілігіне байланысты болады. Сен жұмысқа алан ма, алмай ма? Ол сенде орта білім екен деп алмай қоятын қызметтердің қатары бар. Және оған қарамай жұмысқа ала беретін қызметтердің қатары бар. Соны айыра білу керек. Жалпы баладан бірінші сұрау керек ата-ана: кім болғың келеді, кімнің оқуын оқығың келеді, және жалпы қандай өмір сүргің келеді болашақта деген сияқты ғой. Сондай сұрақ қой ең бастысы. Мысалы біздің қаламызда тек қана колледж бар, шығармашылық колледжі. Мұның бір ресми атауы бар, білмеймін. Енді сол колледжда әншілер, бишілер, режиссура, соның барлығы сол колледжда оқылады. Және және 9-шы сыныптан кейін баруға болады. Онда мен соған барғым келген. Маған әкем рұқсат бермеді. Жалпы ондай шығармашылық дегенге қарсы. Сондықтан да журналистиканы таңдадым мен, өйткені ол шығармашылыққа жақын мамандық қой. Сондықтан және де ол университетте бізде болды. Мысалы, мен айтатын болсам өзімді, журналист кез келген адам бола алады. Яғни журналистика саласында кез келген адам жұмыс істей алады. Бірақ қандай сапада, қалай жұмыс істейді, ол әркімге байланысты. Менің айтайын деп тұрғаным, қандай мамандық егері болмасын, адам журналист болады. Қазір көріп жүрсіздер ғой. Әншілер де, дәрігерлер де, барлығы жүргізуші болып кетеді, диктор болып кетеді деген сияқты. Сондай заман қазір.
бірақ ойлану керек. Мысалы мен осыдан кейін жоғарғы білім алам. Сондай жағдайда мен не жоғалтамын, немесе қандай маған пайда болады деген сияқты. Солай ғана ойлап шешім қабылдау керек. Маған 9-дан кейін түстеді, 11-ден кейін түстеді деп емес. Дұрыстап ойлану керек сол жағын. Қандай мамандық таңдап отырсың, соған байланысты ғой. Және соңғы сұраққа жауап берейін. Осы ретте Майра Темірхановаға, Майра Темірханова сәлем. Үлкен сәлем жолдаймын. Көріп отырам. Әр комментарий, әр лайк, барлық дайректке жазатын жауаптарыңызды барлығын көріп отырам. Өте жақсы көрем. Және соңғы сұрақ. К.Аймош. Айым шығар, я? Білмеймін. Аймош. Сәлем, сіздің тамақ жегеніңіз прям ұнайды. Так, сізге сұрақ. Әлия бала кезінде қандай болды дейді. Мен өте сабырлы бала болғам. Туғаннан бастап сабырлы, аккуратный дейді. Кез келген жерге жүгіріп кетпеймін, кез келген жерді басып кетпеймін. Қарап алам бірінші, түртіп алам. Жаңа бір тамақ, бір нәрсе алдыма қойса, оны бірінші түртіп, иіскеп, көріп алып, бірақ жейтін бала болыппын. Қай жерге отырғызып кеттің, бір айналып келсең, әлі сол жерде отыратын бала болыппын. Ал кішкене өскеннен кейін, енді мен жалғызбын ғой отбасында. Сондықтан енді сабырлы болғам, өзімен өзім ойнап жүре беретін бала болғам. Ешқандай бір зияным жоқ. Бірақ мен қызғаншақ болдым. Әкем мен анамды қызғанатын басқа балаларды. Біздің үйге бір бала кеп, менің реттеп жинастырып қойған ойыншықтарыма тиісіп тастаса, соған ренжитін бала болғанмын. Ашуланатын бала. Сондай. Енді ол жалғыз өскеннің кесірі деп ойлаймын, білмеймін. Қандай болғам. Және барлығын жүрегіме жақын қабылдап қалатын бала болғам, әлі сондаймын. Мектепте бір мұғалім дұрыс қарамай қалса, бір сөз айтып қалса, мен өте ауыр қабылдайтынмын. Мукбанг түсірсем, не жайында айтсам болады, қандай қызық бар деген сияқты ойлар мазалайтын. Енді инстаграмма өтіп барлықтарыңыз жазылып кетіңіздер. Мукбанг түсіретін күні опрос жасаймын. Вопросник деме, қалай соны қойып кетемін, өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер, осылай жазып кетсеңіздер, мен ашамда оқып отырып, бірден жауап беріп отырамын. Осы сұрақтарды жазған жандарға үлкен рахмет. Сіздер маған көмектестіңіздер, менің жұмысымды жеңілдеттіңіздер десем де болады. Сондықтан әрқашан менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Пока-пока.